Сәлеметсіздер ме, құрметті менің таразы белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2024 жылға астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең бірінші Плутон планетасына тоқталатын боламын. Біздің жерімізден ең алыс орналасқан, ең мықты планеталардың бірі. Адамға өте ақырын білдіртпей әсер ететін планетаның бірі. Ол 22 қаңтар күні сіздердің 5-ші домдарыңызға кіретін болады. Енді бұл романтикалық домдардың бірі. Осы кезде өзіңіздің романтикалық партнеріңізді жүздестіруге, семья құруға, жалпы балалы болуға өте керемет кезең. Осы кезде көбінесе адамдар романтикаға, махаббатқа басыңызбен кіріп кетуіңіз мүмкін. Және 5-ші дом бұл біздің балаларымызға жауап береді. Осы кезде өзіңіз жүзеге асыра алмаған нәрселеріңізді балаларыңызға жүктеуіңіз мүмкін, балаларыңыздан талап етуіңіз мүмкін. Яғни сіздің балаларыңыз сіз қалаған нәрсені жасағанын қалауыңыз мүмкін. Одан кейін осы кезде өз-өзіңізді көрсеткіңіз келуі мүмкін. Жалпы 5-ші дом бізде өз-өзін көрсету күн планетасының домы болғандықтан бұл жерде сіздерге сондай ой маза бермейтін болады. Өзіңізді бір жағынан көрсету, творческий жағынан көрсеткіңіз келуі мүмкін. Осы кезде актерский мастерствоңыз өте жоғары болады. Жалпы 5-ші дом бойынша алдыңғы 20 жылда сіздер көбінесе шығармашылық жаққа көңіл бөлетін боласыздар. Өзіңізді шығармашылық жақтан жүзеге асырсаңыздар өте керемет болады. Мамыр мен маусым айында Плутон планетасы Юпитер планетасына тригон аспектін жасайтын болады. Бұл өте гармоничный аспект. Бұл кезде сіздердің рухани күш-қуаттарыңыз өте мықты болады, өте жоғары болады. Осы кезде терең тұрғыда, инстинкті тұрғыда ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өте жақсы түсінетін боласыздар. Яғни интуицияларыңыз өте мықты болады. Осы кезде үлкен балаларыңызбен реніш болса, бір-біріңізді түсініспеушілік болса, сіздер ары қарай қандай қадамдар жасау керегін түсінесіздер. Немесе сіздің балаларыңызды оқ білім беру керек болса, сіздер көбінесе осы кезде шығармашылық жаққа қарай бағыттауға тырысатын боласыздар. Одан кейін бізде шілде мен қараша айының аралығында Плутон планетасы Уран планетасына тригон аспектін жасайтын болады. Жалпы Уран Плутон планетасы деп айтып жатырмын. Уран планетасының энергиясын мына карта сіздерге түсіндіріп береді. Астрологияның тілін жақсы түсіну үшін Питер Орбан деген кісі 12 белгімен 10 планеталарды біріктіріп осындай иллюстрация түрінде карта жасаған. Міне осы картаға қарап Уран планетасының энергиясын түсінсеңіздер болады. Яғни Уран планетасы өте нестандартный планеталардың бірі. Енді Плутон бізде өте мощный планета. Екеуінің арасындағы тригон аспекті 5-8 домдарыңызды әрекетке түсіретін болады. Бұл жерде сіздің амбицияңыз өте жоғары болады. Амбициозный пландар құратын боласыздар. Жалпы план құрып қана қоймайсыз, сондай нәрселерге араласуға тырысатын боласыздар. Өте масштабный жұмыстарға кіргіңіз келуі мүмкін. Өте көп жаңағы ақшалай инвестиция жасайтын жұмыстарға, рискованный жұмыстарға тартып тұратын болады сіздерді. Одан кейін осы кезде өзіңізге недвижимость, үй, жер деген сияқты бір собственность алатын болсаңыздар, кішкене қарап, өзіңіз 100% сенімді нәрселерге ғана ақшаларыңызды салуға тырысыңыздар. Одан кейін 18 мен 21 сәуір аралығында Юпитер планетасы мен Уран планетасы бір нүктеде қосылатын болады. Бұндай қосылыс бізде 13-14 жылда бір рет болады. Ең соңғы рет 2010 жылы болған, естеріңізге түсірсеңіздер болады. Бұл екеуінің қосылысы бізде 8-ші домда болады. Енді Уран планетасының жаңа энергиясын айттым. Уран планетасы жалпы астрологияға да жауап береді. Бүкіл космоспен связанный жаңа технологиямен байланысты нәрселерге жауап берсе, Юпитер планетасы бізде бүкіл нәрсені үлкейтеді. Юпитер планетасы жаңа жоғарғы рухани байлыққа жауап береді. Сондықтан бұл жерде сіздердің оккультный наукаға, психология, астрология деген сияқты нумерологияға қызығушылықтарыңыз артуы мүмкін, сондай бағыттарға қызығуыңыз мүмкін. Енді бұл екеуі торпақ белгісінде қосылғандықтан бұл жерде ақшалай бір прорывтар болуы әбден мүмкін.
және бұл сізде емес, именно сіздің партнеріңізде болуы мүмкін. Сіздің әйеліңіз немесе сіздің күйеуіңіз, жігітіңіз, қызыңыз болсын, сіздің партнеріңіздің бір удачный сделка болуы мүмкін. Сондай бір күшті келісім шарттар жасауы мүмкін, немесе күшті бір проекттар алуы мүмкін, күшті бір мүмкіндіктер болуы әбден мүмкін. Одан кейін 27 мамыр күні бізде Юпитер планетамыз 9-шы домдарыңызға кіретін болады. Жалпы Юпитер планетасының өзінің домы 9-шы дом. Егіздер белгісіне кіреді. Бұл жерде 9-шы дом болғандықтан қандай да бір сот жұмыстарында жолыңыз болуы мүмкін, сондай сот жұмыстарында жеңіп шығуыңыз мүмкін, егер сондай сіздерге актуальны жұмыстар бар болса. Жалпы 9-шы дом саяхат, шет елдерге саяхаттау. Ал Юпитер планетасы бізде сіздің партнеріңіз, сіздің сүйіктіңізге жауап береді, тұрмыс құруға жауап береді. Сондықтан бұл жерде шет елдің адамымен, басқа жаңағы мәдениеттегі адаммен танысуыңыз әбден мүмкін. Одан кейін бұл жерде басқа мемлекеттің дәстүрімен, мәдениетімен танысуыңыз әбден мүмкін. Енді бұл егіздер белгісі болғандықтан, егіздер белгісі тоқтамайды. Олардың миы деген постоянно жұмыс істеп тұрады. Сондықтан сіздің миыңыз тоқтаусыз жұмыс істейтін болады бұл кезде. Енді келесі Сатурн планетасы сіздердің 6-шы домдарыңызға кіреді және ол балықтар белгісінде. Бұл деген жұмысқа деген сіздің серьезный подходыңыз, яғни жұмысқа сіз өте серьезно қарайтын боласыздар, өзіңізге көп ауыртпашылық аласыз, артық жұмыс аласыз, соның арқасында өзіңіздің денсаулығыңызды құртып алу қаупі бар. Сондықтан кішкене өзіңіздің әліңізге қарап алуға тырысыңыздар. Енді 6-шы домда бұл жерде буын, сүйек, асқазан, ішек аурулары болуы әбден мүмкін. Дұрыс тамақтануға да міндетті түрде көңіл бөліңіздер. Одан кейін қатты жұмысқа берілгеніңіз соншалық өзіңіздің істеген жұмысыңызды азсынуыңыз мүмкін осы кезде. Көзіңізге көрінбеуі мүмкін. Келесі тоқталатын оңтүстік және солтүстік ай түйіндері. Енді бұл сіздердің 7-ші және 1-ші домдарыңыздың осында тұр. Астрологияда 1-ші, 7-ші дом өте маңызды дом, өйткені бұл сіз және сіздің өзгелермен қарым-қатынасыңыз. Бұл жерде жаңа адамдармен танысулар болуы мүмкін сіздерде, яғни сіздерге опыт беретін, сіздерге осы өмірде сабақ беретін адамдармен танысуыңыз мүмкін. Одан кейін бізде таразы белгілері өте сондай бір компромисті жақсы көретін, көбінесе қатты айтпайтын, сондай бір жұмсақ белгілердің бірі. Бұл ай түйіндерінің сіздердің осы ойысқа түсуі сіздерге кішкене батылырақ болуды талап ететін болады. Яғни басқалармен сөйлескенде, араласқанда өз ойыңызды айтып, батылырақ болып, бетке айтып үйренуіңіз керек болады. Бос болуды, компромиссный болуды енді сіздерге қою керек. Бұл жерде солтүстік ай түйіні сіздерде тоқты белгісінде тұр. Яғни тоқты белгісі бізде жаңағы мужественный болуды, инициатор болуды талап етеді сіздерден. Жалпы тоқты белгісін білесіздер ғой, қандай екен? Олар от болып жанып тұрады. Олар деген өте активный, олар новаторлар. Сондықтан сіздерге осындай болу керек. Жалпы солтүстік ай түйіні бұл адамның осы өмірде алатын опыттары, тәжірибелері. Сондықтан сіздер тоқты белгісіне ұқсауыңыз керек. Яғни сондай бір жанып тұратын қасиетті дамыту керек сіздерге. Солтүстік ай түйіні бұл адамның өсуіне, даму эволюциясына бағытталған нүктелердің бірі. Бұл планетаға жатпайды, бұл нүкте. Яғни адамның жоғарыға қарай өсуі, адамның өзінің бойына жаңа қасиеттер жинауына жауап береді. Таразы белгісі бізде қарым-қатынасқа келгенде кішкене осалдау болады. Көбінесе тепе-теңдікті қалайды, тыныштықты қалайды, бірақ сіздер тоқты белгісі сияқты кішкене настойчивый болуды үйренуіңіз керек. Өзіңіздің ойыңызды айтуыңыз керек осы кезде. Жалпы таразы белгісі осы қарым-қатынасты ең бірінші орынға қоятын белгілер. Сондықтан сіздер өздеріңіздің индивидуалдылықтарыңызды жоғалтып алмау үшін тоқты белгісіне түсіп тұр. Осыған көбінесе мән беруіңіз керек. Және де осы ойыста бізде ай мен күн тұтылатын болады. Бұл даталар 25 наурыз бен 9 сәуір аралығы және 18 қыркүйек пен 3
қазан аралығында сіздердің қарым-қатынастарыңызда қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Өйткені ай мен күннің тұтылулары біздің өмірімізге өте бір глобальный өзгерістер алып келеді. Енді жеке планеталарыңызға тоқталатын боламын. Меркурий планетасы осы жылы 3 рет ретро болады. Меркурий планетасы коммуникация, транспорт, техника, хат-хабар, жеткізу, сапар, ары-бері жүріп тұруға жауап береді. Жалпы планеталар ретро болғанда арт жаққа көз жүгірту, яғни арт жақтағы жұмыстарды қайта бір қарау, қайталау деген мағынаны білдіреді. Енді ретро Меркурий бізде 2-сі мен 25 сәуір аралығында, одан кейін 5-28 тамыз аралығында, 26 қараша мен 15 желтоқсан аралығында болады. Осы кезде кішкене түсініспеушіліктер, қандай да бір жұмыстарда задержкалар болуы әбден мүмкін. Одан кейін Марс планетасы 7 желтоқсан күні ретро қозғалысқа кіретін болады. Яғни бұл жерде сіздердің достарыңызбен конфликтный жағдайлар болуы мүмкін. Одан кейін өзіңіздің арман мақсаттарыңызға кішкене сенбеушілік болуы мүмкін. Бір уақытша пессимизм сізде болуы әбден мүмкін. Одан кейін Венера планетасы махаббат, ақша, комфортқа жауап беретін планеталардың бірі 8 желтоқсан мен 3 қаңтар аралығында сіздердің махаббат сфераларыңызда болады. Осы кезде өзіңіздің махаббатыңызды жолықтыруға өте жоғары мүмкіндік болады. 30 тамыз бен 22 қыркүйек аралығында сіздердің белгіде сіздердің бірінші домдарыңызда болады. Осы кезде әсемдік процедураларын, өзіңіздің мүсініңізді өзгертуге, имиджіңізді өзгертуге өте керемет кезең. Осы кезді пайдаланыңыздар. Жалпы осы 2024 жылға арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Барлығын өздеріңізге тек жақсы жағынан қолданыңыздар. Ең бастысы денсаулық, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.